Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай бөдененің қалай маринадталу жолының рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен бөдененің керексіз осындай мойын бөлігін алып тастаймыз, және де мынау қанаттарының ұштары керексіз болады, осыларды алып тастаймыз. Егер де маринадтаған кезде, яғни бөдене піскен кезде осыларды алмасақ, өте сүйкімсіз болып, күйіп, жаман көрініп қалады. Сол себептен міндетті түрде осы қажетсіз бөліктерін алып тастаймыз. Ал егер сорпаға қолданамын десеңіздер, онда қажеті емес алып тастаудың. Осылай пісіре беруге болады. Маринадтың құрамына бізге қыша қажет, яғни горчица деп айтамыз. Кішкене ғана жарты қасықтың ұшындай салсақ жетеді. Бұл міндетті емес. Және де бал қосуға болады. Бал менде таза бал емес, бұл негізінде медовый сироп деп аталынады. Және тауыққа арналған осындай вегетаның жақсы дәмдеуші. Қалаған дәмдеушілеріңіз қоссаңыздар болады. Кристаллик, осылай кептірілген құрғақ чеснок, сарымсақ дейміз. Және шашлычный кауапқа арналған дәмдеуш. Кішкене осындай бір шай қасық қоссақ та жетеді. Тұз қажет, дәміне қарай тұз қосамыз. Осылардың барлығын енді сұйық маймен араластырып аламыз дағыны маринадтауға шамамен 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Негізінде бөдененің еттерін бір күн бұрын маринадтасаңыздар, бұнда тіптен керемет болады. Яғни маринады толықтай бойына сіңіп, етінің дәмі деген мүлдем әдемі болып, өзгеше болып шығады. Ал енді қазір мен уақыт тығыз болғандықтан аз маринадтап жатырмын, яғни аз уақытқа қоятын болғандықтан бөдененің барлық іштерін осылай тескілеп шығамын. Бізге маринадтаған дәмдеуштеріміздің барлығы осы бөдененің етіне сіңуі керек. Сондықтан да осылай тескілеп шығамын. Енді бөденеміз піскен кезде сүйкімді болып көріну үшін осылай аяқтарын міндетті түрде айқастырып байлап қоямыз. Байламаған жағдайда бөденеміздің ортасы ашылып, осылай сүйкімсіз болып піседі. Мен сіздерге қазір мысал ретінде біреуінің аяғын байламай, жай ғана ашық күйінде пісіріп көрсетемін. Сол кезде айырмашылығын анық көретін боласыздар. Енді осы маринадымыздың үстінен міндетті түрде апельсин шырынымен осылай жақсылап тұрып, апельсинді сығып аламыз. Міндетті түрде апельсин шырыны болу керек. Себебі ол дәл осы бөдене етімен керемет үйлеседі. Лимон емес, мандарин емес. Енді менде бөденелер 2,5 сағатқа дейін тұрды. 200 градустық қызып тұрған пешке салып, жақсылап пісіріп аламыз. Осылай сырты қызарғанша әдемілеп пісіреміз, және де бөденені ассорти ретінде осылай котлетпен, тауықтың қанаттарымен деген сияқты қалған ассорти ретінде қойсаңыздар да болады. Және байқасаңыздар, мен мынау аяқтарының ұштарын фольгамен орап қойдым. Ал енді бағанағы мен сіздерге түсіндіріп жатқаным осы, аяқтарын байламаған кезде бөдене осындай сүйкімсіз болып піседі. Ал енді аяқтарының ұшы дастарханда сүйкімсіз көрінбес үшін міндетті түрде өстіп орап, әдемілеп қоямыз. Не болмаса бөденені ыстықтай қасына гарнир қосып ұсынсақ та болады. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.